саламатсыз ба, ағай? Саламатсыз. Бүгін сізден қысқаша сұхбат алсам бола ма? Болады, әрине. Ал ендеше сізге бірінші сұрағымды қойсам, сіз сабақ беруде қандай әдістерді көбірек қолданасыз? Сабақ беруде әдіс тәсілдер өте көп қолданыламыз. Мысалы, сұрақ-жауап, пікірталас, топтық жұмыс, ойын элементтері, көрнекіліктер және тәжірибелік зертханалық жұмыстармен үйретуді ұнатамын. Ал екінші сұрағымды қоятын болсам, сіз оқушылардың қандай қасиеттерін жоғары бағалайсыз? Сұрағыңыз өте жақсы. Оқушылардың бірінші жауапкершілікті сезіне білуіне, сонымен бірге еңбекқорлығына, оқуға қызығушылығына жоғары бағалаймын. Сізге үшінші сұрағымды қойсам, егер де сіз бір күнге басқа маман иесі болуға мүмкіндік болса, қандай маман иесі болар едіңіз? Бір күнге басқа маман иесі болатын болсам, мен осы тұрмыста көп қолданылатын электромонтер мамандығын қалар едім. Электромонтер үйдегі осы тұрмыстағы барлық электр жабдықтарына өзім жасаймын. Үйдегі барлығын өзім сол ремонттан қажет